Қайырлы күн, құрметті менің оқырмандарым. Райгүлдің каналына қош келдіңіздер. Бүгін біз әдеттегідей тағы бір жаңа өрнек үйренетін боламыз. Мінекей, қараңыздаршы. Қандай керемет тамаша, иә? Оң беті осындай болса, теріс беті мінекей мынандай. Бұл өрнек өзі бар болғаны 4 қатардан және 4 көзден тұрады. Бар болғаны сол. Тоқылуды өте оңай. Мінекей шамалы жақындатып көрсетейін. Мінекей. Қазір біз бұны ақ жіппен де өреміз. Негізі ақ жіппенен де әдемі болып шығу керек. Мінекей. Көрдіңіздер ғой, иә? Енді кардиган болмаса да, бірақ жилет жемпірлерге әдемі болады. Ал кеттік ендеше. Осы өрнекті бүгін тоқып көрейік. Оған дейін мен каналыма тіркеліп, лайк басып, қоңырау белгісін қойсаңыздар болады. Сосын тағы бір айта кететін жағдай, мен жақында тағы да екінші канал аштым. Ол каналдың аты крючокпен, спицамен тоқып үйренеміз. Ол каналға да тіркеліп қойсаңыздар болады. Ал кеттік. Осы өрнекті бүгін тоқып көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Өрнегіміздің бірінші қатары. 2 теріс. 4 оң. 1, 2, 3, 4. 2 теріс. 4 оң. 1, 2, 3, 4. 2 теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді екінші қатар. Екінші қатарда біз сурет бойынша барлық көздерді оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Бұл өрнекте де өте оңай тоқылады. Мінекей, өрнегіміздің екінші қатарда аяқталды. Енді өрнегіміздің үшінші қатары. 2 теріс. 1 жіпті іліп аламыз. Мына 2 оңды екеуін бірге оңғып тоқып жібереміз. Ал мына келесі 2 оңды мінекей солға қарай қаратып, сол білдегішке қайтадан кигіземіз. Мынау сол жағынан екеуін бірге оңғып тоқимыз. Мінекей. 1 жіп іліп аламыз. 2 теріс. Тағы бір қайталап жіберейік. 1 жіпті іліп аламыз. Мына 2 оңды екеуін бірге оңғып тоқимыз. Келесі 2 оңды мінекей сол қарай қаратып, сол білдегішке кигіземіз. Мынау сол жағынан екеуін бірге оңғып тоқимыз. Мінекей. 1 жіп іліп аламыз. 2 теріс. Осымен өрнегіміздің үшінші қатары аяқталды. Енді 4-ші қатар. 4-ші қатарда біз барлық көздерді сурет бойынша оңды оң, солды сол қылып тоқып шығамыз. Мына іліп алған жібімізді де терісіне тоқитын боламыз. Мінекей, бар болғаны осы. Жаңа айтқандай, бұл өрнек бар болғаны 4 қатардан тұрады. Мінекей. Мінекей, көрдіңіздер ғой, ақ жіппенен анық көрінеді екен бұл өрнек. Негізі ақшыл жіптермен ақ жіппенен тоқу керек. Мінекей, көрдіңіздер ғой. Енді әрі қарай сол бірінші қатардан бастап, әрі қарай осылайынан әрі қарай жалғастыра бересіздер. Бірінші қатарын тағы да бір көрсетіп жіберейін. 2 теріс. 4 оң. 1, 2, 3, 4. 2 теріс. 4 оң.
біреу, екеу, үшеу, төртеу. Екі теріс. Осымен өрнегіміздің бірінші қатары аяқталды. Енді әрі қарай өздеріңіз дәл осылай жалғастыра бересіздер. Мінекей. Тамаша. Ал енді үлкен өрнегімізді көріп жіберейік. Мінекей. Қандай тамаша, иә? Керемет. Мінекей. Бүгінгі көрсетейін деген өрнегім осы болатын. Көріңіздер, тоқыңыздар. Бұл сіздердің қолдарыңыздан келеді. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау саламатта болыңыздар. Жақсы.